сәлеметсіздер ме? Біздің жобамыздың бастауына күнделікті өмірде болған бір жағдай себеп болды. Бір күні мектеп алдында мұғалімдер мұзға тайып құлағанын көрдік. Бұл жағдай бізді қатты ойландырды. Кіреберісті қалай қауіпсіз етуге болады деген сұрақ туды. Осы ойымызды бірден ұстазымызға айтып, жобаны бастадық. Алдымен мектептің кіреберісін сырттай зерттеп, қай жерлер тайғақ болатынын анықтадық. Содан кейін кіреберістің схемасын қағазға түсірдік. Сол схеманың негізінде мектептің макетін құрастыруды бастадық. Макетте Arduino тақшаларын орнатып, жүйенің қалай жұмыс істейтінін жоспарладық. Макет дайын болған соң, біз оған қажетті құрылғыларды орнатуға кірістік. Жаңбыр жауған кезде жолдың тез тайғақ болатынын білгендіктен жаңбыр сенсорын қостық. Сенсор су тамшысын анықтаған сәтте жүйе өздігінен іске қосылады. Сервомотор шатырды автоматты түрде ашады. Осылайша кіреберістегі адамдарды жаңбырдан қорғайды. Сонымен қатар біз жылыту жүйесін ойлап таптық. Ол мұзды ерітіп, кіреберістің тайғақ болуын азайтады. Біздің мақсат технология көмегімен нақты өмірдегі мәселені шешу. Назарларыңызға рахмет.